Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге венский вафлидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа, қант, ванилин салып жақсылап араластырып аламыз. Енді ерітілген сары майды саламыз. Венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Массаға сүтті қосып тағы да араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнға қопсытқышты салып араластырамыз. 2 бөліп массаға қосамыз. Түйіршік қалмайтындай жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған вафельницаға шамамен 2 қасықтай саламыз. Салмасына өз қалауыңыз бойынша қою сгущенка немесе шоколад пастасын пайдалансаңыз болады. Салмасын жабу үшін үстінен 1 ас қасық салып шығамыз. Енді қызарғанша пісіріп аламыз. Осы рецепт бойынша 9 дана шықты. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Бізге ас болсын, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.